В общем, эфирге келдім. Қазір скоро шығатын боламыз. Енді не дегенмен қаншалықты тірелсек те келу керек. Жауапкершілік деген бар ғой енді. Қазақта сөз бар ғой, шақырмаған жерге барма, ал шақырған жерден қалма дейді. Сол келіп тұр, короче. Бүгін кішігірім жара беспредел болатын сияқты. Күтіңіздер ал. Бүгін сөздің ашығы чисто Алматының үсті жағында жүріп, сәл тәкаппарланып, высока қарап жүр ғой, короче. Енді осындай бір жерге әкелдік, өзім питагым алып келдім, ары қарай Маржан сөйлесін. Достар, кеш өте көңілді өтіп жатыр. Гүлжанға рахмет, бүгін осындай бізге керемет кеш ұйымдастырып берген үшін. Сізге де рахмет қой, короче. Ал сол үшін чин деп қоясың. Короче деп айтпай қойын, в общем, тағы бір жерге барып жатырмыз. Қалайсыздар жалпы? Тамаша. Бүгін кішкене эфирде менің атым шулапты. Маржан кішкене қорғапты, короче. Мәз болып қаласың ғой. Бірақ енді үйтіп мен бүйтіп көріп отырған жоқпын сөздің ашығы. Маған жіберді, отрезктарды, анау мынау сен бүйтіп жатыр екен деген кезде. Міне. Рахмет. Андай іште андай бір бабочки в животе дейді, сондай болып қалған, короче. В общем, шығып барады. Жүрек деген отопление болып жатыр ғой. Сондай ғой. Теннистен кейін кішкене қарын ашып, тамақ ішіп, кішкене домаға жібердік. Аяқ ауырып тұр, қол бәрі ауырып тұр. Кішігірім бір день ног болып кетті ғой бүгін. Сыйға бүгін арна. Қатты ұнап, тата болғандай сөйлеуге ерініп тұр, кішкене энергия кетіп қалды ғой, короче. Поэтому, в общем, ертең эфирде күтіңіздер. Кішкене кешігіп келсем, теннис кінәлі болып тұр ғой, короче. В общем, үйге келдім. Мен просто андай басқа жерлерде ұйықтай алмаймын. Өйткені кішкене бір қасиетім бар да, аура сезетін. Андай бір жағымсыз ауралар болса, соны сезіп, ұйықтай алмай, сондай бір әдетім бар енді. Сол кішкене шешініп отырмын. Негізі мен жалғыз шыққан жоқ едім. Қасымда бір адам болған. Ол адам бір жаққа кетіп қалды енді. Барып дальше кетті, короче. Жарайды, кішкене бас айналып тұрғаны бар. Ұйықтау керек. Деп тұрмын мен, білмеймін ғой, ұйықтай алсам. Сондай жағдай. Жалпы өздерің не істеп жатсыңдар? В общем, үйге келдім. Мен просто андай. Гүлнұр Данова красиво дейді. Оны понедельник көресіздер. И сосын мен мысалы бір үміткерге қызығушылығым бар дедім, бірақ оған да мен жақсы көремін, сүйемін деген жоқпын. Просто маған қызық, хотел пообщаться дедім. А если мен ол қызға мысалы бүйтіп вне эфира жазатын болсам, маған айтатын еді, бля, Гүлжан сөйтіп жазып жүр деп айтатын еді, понимаете? Сол үшін мен сразу эфирде айта салдым. Кетіп бара жатыр.